Сәлем сұлуларым, бүгін біз сіздермен талай жанның көңілінен шығып өзіне ғашық еткен ерекше дәмді тортты жасайтын боламыз. Бұл әрине Whoopie Pie торты. Ендеше менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасауға кірісем. Сол үшін бізге жұмыртқа, ұн, қант, какао, разрыхлитель, сары май және Қазақстан шоколады керек болады. Алдымен сары майымыз бен Қазақстан шоколадын микроволновкаға немесе водяной баняға қойып ерітіп аламыз. Одан кейін жұмыртқа мен қантымызды взбивать етіп, аппақ пенка болғанша дейін көпіртіп, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне өздеріңіз видеода көріп тұрғандай жұмыртқа мен қантымыз 2-3 есе өсу керек. Осы кезде ерітілген шоколад пен майымызды құйып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте құрғақ ингредиенттарды қосамыз. Ол бізде ұн, какао және разрыхлитель. Тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне достар, қамырымыз да дайын болды. Енді осыны арнайы формамызға құйып, 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне достар, біздің корждарымыз да пісіп шықты. Енді ішіндегі кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге творожный сыр, қант және 33% сливки керек болады. Ең алдымен творожный сырымыз бен қантымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ендігі кезекте сливкиімізді құямыз. Біздің слив міндетті түрде суық болу керек достар. Творожный сыр да, сливки да міндетті түрде суық болу керек, әйтпесе ол қоюланбайды. Міне достар, осындай қою болғанша дейін жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Енді тортымыздың сборкасын жасауға кірісеміз. Достар, тағы да бір айта кететін жайт, осылай қоюланған кезде миксерлеуді міндетті түрде тоқтатамыз, өйткені ол бұдан артық миксерлесек, ол уже май болып кетеді. Сондықтан уақытында тоқтатыңыздар. Ендігі кезекте торттың сборкасын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге насадка керек болады, одноразовый мешочек керек болады. Енді осы видеодағыдай торттың сборкасын жасауға кірісеміз. Сіздерде насадка болмаса, мешочектің басын кесіп, 1 сантиметр көлемінде кесіп, істей берсеңіздер болады. Міне достар, тортымызды да сборкасын жасап болдық. Енді бетін әрлеуге кірісеміз. Ол үшін бізге Қазақстан шоколады мен сливки керек болады. Осыны микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Және тортымыздың бетіне әдемілеп осылай жағамыз біркелкі етіп.
бір келке етіп жағып алғаннан кейін бетін әрлеуге кірісеміз. Сіздер кез келген тәттіні қолданыңыздар болады, ал мен клубниканы қолдандым. Осылай бір келке етіп қойып әдемілеп аламыз. Міне достар, біздің тортымыз да дайын болды. Тортымыз ерекше әдемі және өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап лайк басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мөлдір. Барлықтарыңызға сәттілік.